Алғашқы дала заңдар жинағы Қасым ханның қасыққа жолы 5 бөлімнен тұрған тұңғыш заңнамалық құжатқа сүйенсек, еліміз бағзы заманнан бастап шетелдермен дипломатия жүргізген. Қазақ хандығындағы екінші заңнамалық құжат Есім ханның ескі жолы. Жарғыда рулар арасында қарым-қатынас, жер дауы, жесір дауы, құн дауы тәрізді мәселелер реттелген. Жоғарыдағы екі заңды жетілдіру арқылы жасалған жаңа заң жүйесі Тәуке ханның 7 жарғысы. 7 жүйеден тұрған құжатты 300-дің билері Күлтөбенің басында қабылдайды. 4 би төре заңы ақсүйек пен қарапайым халықты теңдестірген заңнама. 17 тармақтан 35 баптан тұрған. Онда үйлену, кедейге жәрдем ету, несие, қарыз қағидалары бекітілді. 20 ғасырдың басында алаш зиялылары конституциялық міндеттемелер құрастырды. Еуропа елдерінің заң кодекстеріне сәйкес құжатта жаңа озық идеялар, мемлекет билігі мәселелері көрсетілді. Қазақ КСР кезінде де конституция болған. 1995 жылы 30 тамызда ата заңымыз қабылданды. Конституция бабадан мирас болған заңдардың жалғасы, халық пен мемлекет арасындағы келісімнің, әділдіктің һәм бейбіт өмірдің кепілі.